Алтыншы сабақ. A lamp and a table. Әріптердің оқылуын есіңе сақта. R F H D. Жаңа сөздер. A rat, a flag, a hat, a table, a lake, a mat, a lamp, bad, fat. Бірінші тапсырма, әріптерді ата. Екінші тапсырма, үлкен әріптер мен кіші әріптерді байланыстыр. Әріптер мен дыбыстар. Бұл сабақта өтетін әріптеріміз бәрі бір дыбыстан береді. Мысалы, R әріпі R дыбысын береді. Мысалы, rat. F әріпі F деп оқылады. H әріпін H деп оқимыз. D әріпін D деп оқимыз. Мысалы, F әріпіне қарашы. Ол F деп оқылады. Fat. H, H, hat. D, D, bad. Үшінші тапсырма, әріптерді дыбыстарымен жалға. Төртінші тапсырма, сөздерді суреттерімен жалға. Бесінші тапсырмаға қараймыз. A әріпі берілген, ол екі түрлі оқылып тұр. Бірінші қатарда A, екінші қатарда A. Осы сөздердің оқылуын тыңда, содан кейін өзің оқы. A cat, bad, fat, rat, bat, bag, lamp, flag, mat, hat. A Jane, Kate, lake, plate, cake, make, table, take. Алтыншы тапсырма. And сөзінің оқылуын мұқият тыңда. Содан кейін өзің де оқып көр. Bad and fat. A cat and a rat. A bad fat cat and a bad fat rat. Жетінші тапсырма. Әнді тыңдап ал. Қайтадан қосып, бірге айт. A cat and a rat, a cat and a rat, a bad fat cat and a bad fat rat, a bad fat cat and a bad fat rat. Сегізінші тапсырма. Суреттерді сөзбен алмастырып, мәтінді оқы. Тоғызыншы тапсырма. Алдымен мұқият тыңдап ал. Бірнеше рет тыңда, содан кейін өзің де оқы. A rat and a cat. A rat, a cat, and a lamp. A rat, a cat, a lamp, and a hat. A rat, a cat, a lamp, a hat, and a flag. A rat, a cat, a lamp, a hat, a flag, and a bag. A rat, a cat, a lamp, a hat, a flag, a bag, and a mat.